Баршаңызға сәлем қыз-келіншектер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жасалу жолы өте оңай, тез дайын болатын макарон палау жасайтын боламыз, яғни қуырмалы макарон. Мен керек болатын ингредиенттердің барлығын дайындап қойдым. Барлығын жіңішке, осындай видеодағыдай жіңішке етіп турап алыңыздар, өйткені макаронымыздың дайындалу жолы өте тез болғандықтан еттеріміз, картошкаларымыз жақсылап пісуі қажет. Және де бұл макарондарымызды бөлек қуырып алудың мүлдем қажеті жоқ. Осылай бірінен кейін бірін салып қуырып, мен кішігірім қызанақта қостым. Томатымызды барлығын қосып болған соң макаронымызды салып, ешқандай қуырылып немесе қыздырылып алынбаған макаронымызды салып, оны да қуырып алатын боламыз. Керекті тұзымызды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша приправаларыңызды қосасыздағы суын құйып қайнатуға жіберетін боламыз. Қайнап шыққан соң суы тартылғанша орташа отта қайнататын боламыз. Толығымен суы тартылып кеткен соң 10 минут бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің макарондарымыз дайын болады. Бұл макарондарды алдын ала қуырып алмасақ та өте дәмді болып шығады. Мен осылай азырақ зелень қосамын. Бұл өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоспай қойсаңыздар да болады. Осымен біздің шашылып тұратын өте дәмді макарондарымыз дайын. Уақыттарыңыз тығыз кезде дайындасаңыздар өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәл осы рецептін жасап көріңіздер. Ас болсын.